Баршаңызға қайырлы күн, менің каналыма қош келіпсіздер. Сіздермен Жансұлу. Бүгін сіздермен үй жағдайында қысқа қатыру әдісімен бөлісетін боламын. Осындай тәтті бұрыштың ішіне салмасын салып, және де салмасын салмай екі түрлі жасап қысқа сақтау әдісімен бөлісетін боламын. Өте ыңғайлы болады. Қысқа дәл осылай сақтап қойсаңыздар, қыстың күні сабақтан кешігіп жатқанда, балаларыңызды алып келетін уақытта өте ыңғайлы болады. Алып жасай бересіздер. Алдыңғы осы екінші жыл қатырып жатырмын. Осы галпсы ретінде ішіне салмасын салып, өте бұзылмай әдем болып тұрады екен, әрі өзіңізге ыңғайлы болады. Ең алдымен осындай перестерімізді ішін тазалап ашып, тазалап жуып аламыз. Алдын ала пиязды ашып дайындап алдым. Осыған пиязымызды ұсақтап турап аламыз. Дәл осы видеодағындай етіп жақсылап турап аламыз. Барлық пияздарымызды турап аламыз. Пиязды көп қостым менде, өйткені тәтті бұрыш өте көп, сол себепті салмасын да көп қылып жасайтын боламын. Тәтті бұрыштарға жеткілікті болатындай етіп жасаймын. Оны туралған пиязымызды осындай үлкен қазанымызға салып аламыз. Үлкен ыдысқа салып аласақ, қандай болса да, осындай үлкен ыдысымызға салып пиязымызды дайындап аламыз. Пиязымыз кішкене өлу үшін қолымызбен алдын ала тұзымызды сеуіп аламыз. Тұзымызды сеуіп, қолымыздың көмегімен жақсылап пиязымызды езіп аламыз. Пиязымыз кішкене өлу керек, сол себепті осылай екі қолмен мыжғылап, жақсылап араластырып аламыз. Енді осының үстінен мен тартылған етімізді қосамыз. Тартылған етімізді қосып, үстінен алдын ала күрішімді жуып қойдым. Сол күріштің бәрін салып, жақсылап дәмі кіргенше тұз, қара бұрышымызды және кішкене сұйық майымызды қосып, жақсылап салмасын дайындап аламыз. Салмасын дайындап болғаннан кейін, осындай алдын ала жуып, тазалап алған, сүлгімізге салып кептіріп алған тәтті бұрыштарымызға осы салмасын салып шығамыз. Дәл осындай дәмді әрі әдемі қылып жасап қойсаңыздар, өте өздеріңізге қыстан күні ыңғайлы болады екен. Мен осы жылда осылай жасап қоямын. Тәтті бұрыштарымыздың барлығына дәл осылай салмасын қатты толтырмай, бетіне қатты шығарып жібермей осылай саласыз. Өйткені піскен кезде күрішіміз, етіміз кішкене ісініп, солай піседі. Сол үшін дәл осылай барлық тәтті бұрыштарымызға салып шығамыз. Барлық тәтті бұрыштарымызға салмасын дәл осылай етіп салып шықтым. Алдын ала дайындап алдым. Енді осы тәтті бұрыштарымызға қысқа сақтауға арналған осындай пакеттерімізге 10 штуктан салып шықтым. Өйткені адам санына байланысты саласыздар. Мен адам санына бір 2 данадан 2 штуктан салатындай етіп осылай дайындап қоямын. Дәл осында пакетке салып 10 штуктан салып қоясаңыз, өзіңізге ыңғайлы болады. Алып істете беруіңізге. Екіншісін дәл осылай дұбалақ етіп, бірақ ішіне салмасын салмай-ақ дәл осылай қатырып қоямыз. Ертең де бұны қыста алып, ішіне салмасын салып, кәдімгідей қайната беруіңізге болады. Осыны да дәл осылай пакетке, арнайы пакетімізге салып дайындап қоямыз. Дәл осындай пакетке салғаннан кейін міндетті түрде мұздатқышқа қатыруға қоямыз. Дәл осындай пакеттен 10 штуктан менде 11 пакет шықты. Осының ішінде әрқайсында барлығы полностью 110 штук шықты. Өте ыңғайлы. Дәл осындай салмасы жоқтан менде 3 пакет шықты. Әдемі, өте жақсы болып шықты. Осыны енді қатырып, қыста қолдана беруге өте ыңғайлы болады. Дәл осылай мұздатқышқа қатырғаннан кейін дәл осындай болып шығады. Бұзылмайды, сасымайды, өзінің мұздатқыштан алғаннан кейін де өзінің қалпында сақталады. Ол жағынан қорықпай жасап қоя берсеңіздер болады. Өте ыңғайлы. Менің арнамда бұдан да басқа көкөністердің, неше түрлі жемістердің қатырылғаны және баклажкада сақтайтын неше түрлі банка жабудың әдістерімен бөліскенмін. Неше түрлі тағамдардың, тәттілердің рецепттері бар. Міндетті түрде менің арнама тіркеліп, өз ойларыңызды жаза кетіңіздер. Әлі алда көптеген видеолармен бөлісетін боламын. Сондықтан да менің YouTube арнама тіркеліп қойыңыздар. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Видеом сіздерге ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Жансұлу. Келесі кездескенше сау болыңыздар.